Сәлем қыздар, бүгін сіздермен Whoopie Pie тортының жасалу жолын көрсетемін. Менің видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмыртқаға құмшекерді салып қоямыз. Шоколадымызды салып, үстіне сары май саламыз, ыстық буда ерітеміз. Құрғақ өнімдерімізді араластырып қоямыз. Ұнға какао, қопсытқыш саламыз. Біркелкі болып араласты. Енді жұмыртқа мен құмшекерді миксерлейміз. Аппақ болып көтерілгенше миксерлеп боламыз. Үстіне ерітілген шоколадымызды суытып, үстінен құямыз. Тағы да миксерлейміз. Құрғақ өнімді ситадан 2 немесе 3 бөліп араластырамыз. Ұнды ситадан өткізсек, қамырымыз үлпілдек болып көтеріледі. Біздің қамыр дайын болды. Енді осы дайын болған қамырды 1/4 бөлікке бөлеміз. Мен осындай формаға пісіремін, астына май жағамын. Және 4 бөлікке бөліп, осылай пісіріп аламыз. 180 градуста 10 минуттан пісіреміз. Сіздер пергамент қағазын төсеп пісірсеңіздер де болады. Мен осылай пісірем, асты жабыспайды. Корждарымыз пісіп шықты. Шетін осылай пышақпен кесіп аламыз. Төрт корж шықты. Енді коржымыз суығанша крем дайындаймыз. Творожный сырға қант ұнтағын араластырып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болған соң, үстіне салқын кілегейді құямыз. Кілегейіміз өте салқын болуы керек. Міне осындай өз формасын ұстайтын крем дайын болды. Whoopie Pie'дің насаткасын салып, Whoopie Pie'дің шариктерін жасап шығамыз. Ортасына кремін құйып, бірдей ғып жағып шығамыз. Әр коржды қойған кезде бетін басып тұрыңыздар. Мен ең соңғы бетіне қоятын коржды сәл кішірек етіп кесіп аламын. Сол кезде бетіне шоколад қойған кезде әдемі болып құйылатын болады. Енді қалған кремді бетіне жағамыз. Жағып болғаннан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Ганашын дайындаймыз. Шоколадқа сливкиді құйып, кішкене сары май саламыз, ерітіп, ыстық күйінде құюға болмайды, суытып, сосын құямыз. Енді осылай құйып шығамыз. Сол кезде шариктің үстіне шоколадтарыңыз әдемі болып құйылатын болады. Мен үйдегі бар жеміспен әсемдедім. Сіздер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, түрлі жемістермен, шоколадтармен әсемдесеңіздер болады. Менің видеом ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөліссеңіздер де болады.
Міне осындай торт дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.